Сәлеметсіздер ме? Сіздерді 5 қыркүйек Қазақстан халқы тілдер күнімен құттықтаймын. Осы айрықша күннің алашарысы, көрнекті ақын, ұлт ұстазы, аудармашы, қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынұлының туған күнімен тұспа-тұс келуі. Оның дара тұлғасына көрсеткен құрметтің ең биік белгісі. Халқымызда тіл ұлттың тірегі деген салмақты сөз бар емес пе? Ендіше тірегімізге тіреу болайық, тәуелсіздігімізге сүйеу болайық. Мемлекеттік тіліміздің мәртебесі арта берсін. Медикалық кабинетіне кіріп, сұхбат алайық. Сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай? Тілдер мерекесіне орай кішігірім сұхбат алсақ деп едік. Қонақтың неше түрі бар? Мен білетін құдайы қонақ, қылқыма қонақ, арнайы қонақ, содан ең қыдырма қонақ. Салт дәстүрге байланысты тағы бір сұрақ. Жыртыс деген не және қандай мағынада ол айтылған? Құда түсу рәсімі уақытында неке келісімі болуы болып табылады, жаңа беретін жыртыс. Рахмет сізге, сіздің ақылдылығыңызға осындай бізде кішігірім ілтипат. Рахмет. Кішігірім сізден сұхбат алсақ деп едік. Салт дәстүрді қаншалықты біледі екенсіз? Тоқым қағар деген не? Тоқым қағар деген қазақтың дәстүрлерінің бірі. Оның мән мағынасы баланы 5-6 жасқа келген кезде атқа мінгізіп, оның ертең сол ат жалын тартынетін елдің арқасы сүйер атпал азаматы болса деген ниетпен үлкендердің батасын алып, әке-шешесін жасайтын үлкен бір торқалы тойы, тоқым қағар дәстүрі деп аталады. Ит көйлек деген қандай ырым? Ит көйлек деген енді шет жағасын білуімше, сол жаңа туған нәрестеге арнайы тігілетін көйлекті ит көйлек деп айтады. Сіздің әдемі жауабыңызға осындай кішігірім ілтипат. Рахмет сізге. Көлік қызметіне кірейік. Сәлеметсіздер ме? Тілдер мерекесіне орай кішігірім сұхбат алсақ деп едік. Ана сүті деген не? Ана сүті дегеніміз ол жаңағы қыз алып, қыз ұзату кезінде ана сүті деп кезінде қара мал немесе түйе берілетін болған ана сүтіне ретінде. Қыз ұзату, қыз алып қашу, үйлену тойында деген қазіргі тілмен айтсақ. Жауапты біледі екенсіз, қыз ұзаттыңыз ба? Жоқ, әлі ертелі, қыз ұзатқан жоқ. Онда сізге екінші сұрақ, сүйек жаңғырту қандай мағынада айтылған, қалай өзіңіз түсінесіз? Сүйек жаңғырту дегеніміз ол бар бұрынғы құдалармен құдалықты әрі қарай жалғастыру деп түсінемін. Рахмет сіздің жауабыңызға. Осындай кішігірім сыйлық сізге. Сәлеметсіз бе? Ертең білесіз ғой мереке екенін? Иә, тіл мерекесі деп айтты. Енді сізге бір сұрақ. Тұсаукесер дегеніміз не? Тұсаукесер дегеніміз бұл қазақтың дәстүрі деп саналады. Бесіктен шыққаннан кейін еңбекте бастап екі табанмен тұра бастаған кезде қазақтар баланың тұсауын кесуге дайындалады. Ол қазақтың ырымы бойынша ала жіппен, шөппен немесе шекпен, жануардың шегімен кесіледі. Тұсаукесер кезінде өзі адамды сыйлы адамды алады, сабырлы, оқыған, білген, ел ішінде құрметті азаматты тұсаукесуге таңдайды. Тұсаукесер кезінде біздің қазақ ырым бойынша ала жіпті байлап, балаға бата береді тұсаукесетін адам. Қаз-қаз балам, қаз балам, қадам бассан мәз болам, күрмеуінді шешейін, тұсауынды кесейін дейді. Пышақпен жаңағы тұсауын кеседі. Сосын одан кейін біздің қазақ ырым бойынша ала жіпті және пышақты тұсау кескен адам өзімен бірге алып кетеді. Сіздің әдемі сөзіңізге осындай кішкентай ғана ілтипат.